Бақтуразқызы Айгүл Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің номері 74 жалпы білім беретін мектепте тәлімгер болып қызмет етемін. Болашағы бүгіннен басталған елжанды, рухы биік, отан сүйгіш Жасұлан ұйымының оқушыларына жаңа бағыт беріп, биік мәдениетке тәрбиелеу менің басты ұстанымым. Сонымен қоса, оқушыларға білім мен тәрбие беруге аянбай еңбек етемін. Егемен ел болып бақ орнап, құрғады жаста жанардан. Аспанға айшық беріп тұр, еңсесі биік ақ ордам. Шаттанғын қазақ шаттанғын, атқаны үшін ақ таңның. Босқын боп келген қанша ұлтты, ажалдан аман ақ қалдың. Тәуелсіздікті таңдаған, айтылсын әсем арман ән. Қазақтың туы көгілдір, қыран боп көкте самғаған. Елтаңба, ту және әнұраным, өздеріңмен қашанда бағымарым. Астанада саммитті өткізген соң, Қазақстан өзіңе табынамын. Қуаныш нұр көңілге құйылдырып, жүрсін елім әлемді сүйіндіріп. Әнұраным асқақтап жер бетінде, желбіресе екен тек туым биік. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 1992 жылы 4 маусымда, осыдан тура 30 жыл бұрын қабылданды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгеленген нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақты айнала күн сәулесінде тарап оқтар шашылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні бұрын «Менің Қазақстаным» әні ретінде танымал болған. Қазақстанның гимні 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысын салтанатты түрде ұлықтау рәсімінде орындалды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов. Сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Өтті кел, көк құбыламды төсті кетіп, туған жер мен сен салған құсты етіп. Дүние-ай, қандай жақсы табаныңа, тұрған өз топырағыңнан ыстық өтіп. О менің атам екен мақтырағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын. О менің атам екен мақтырағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте, көлеңкем түспесін деп тік тұрамын.